Саламатсыздар ма, менің YouTube көрермендерім, тауешкілер, апта бастала салысымен, осы бірі, екісі, тіпті 15-не дейінгі аралық, бұл бір жұмысқа, кәсіпке, негізгі бірі мидың жинақылығы әлі де сақталады осындай кезең. Ал екінші жарты айлық 15-ші қазаннан бастап, ол кезеңде бір көп бір сезімталдығы, су белгісінің жаңа бір теңізінде жүрген дейміз. Судың ішінде жүргендей, бір сезімдер, эмоция кезең. Сіздер жер белгісі болғанмен де бәрібір сіздерге де әсер ететін болады. Оның үстіне осы бірінен басталған, тіпті кеше қыркүйек айының соңынан басталған кармалық ғаламшар, бұрынғының ғаламшары Венерамен бірігеді. Астрологиялық тілменен бұл нені білдіреді? Бұл біздің махаббатымызға, ақшамызға, немесе біздің жаңағы өзімізге ұнайтын әйтеуір. Бізге не қуаныш әкеледі? Әдемі киім болар, әдемі бір махаббат сезімі болар, мүмкін денсаулығымыз болар, көңіл күйіміз болар, бір сатып алатын затымыз болар, көптен бері аламай жүрген бір затымыз болар. Әйтеуір, мүмкін бір құндылығымыз, өз-өзімізді сыйлауымыз, құрметіміз болар. Қай жерде бір өзімізге бір көңіл бөлмей келатырмыз, міне соның бұрынғыменен бір бірігетін уақыт. Сонда бұл не? Бұрынғы оқиғалар, бұрынғы адамдар, бұрынғы ситуациялар, бұрынғы ауырған жерлеріміз, бұрынғы махаббаттар, немесе бұрынғы бір жаңа келіспей қалған адамдармен бір қарым-қатынастарымыз, солар өмірімізге кармалық түрде келеді. Себебі кармалық бұрынғының ғаламшарымен бірігеді. Бұл кешегі күнмен айтылып өткен болатын қыркүйек айында. Міне соның бір қорытындылары, соның бір көзіміздің ашылулары, бір тоқтам шешімдер біздің өмірімізге мына жерде деп кеңістік әлем бізге көрсетіп тұрғандай. Сол жерде біз соны көруіміз керек, шешімге келуіміз керек, бас тартатыннан бас тартуымыз керек, және аяқтауымыз керек. Және көпірдің арғы бетіне алып өтетінімізді алып өту керек. Себебі алдымызға 9 жылдық бір циклдың басталуы біздің өмірімізге ену керек. Соны көрсеткен болатын күнмен айтылуы. Сол себепті осы кармалық ғаламшармен бірігу болады. Сондықтан махаббат қарым-қатынастарыңызда бір оқиғалар, конфликттер болады, кеспей қалушылықтар болады. Немесе бір маңызды адамдарыңызды кездестіресіздер, бір әдемі бір сезімдерді өткересіздер, бір наградаңызды аласыз, бір сыйлық ақшалар келеді, сатамай жүрген бір затыңызды сатасыз, көптен бір өтпей жүрген затыңызды сатасыз, немесе бір таппай жүрген бір затыңызды әдемі ұнайтын, соны табасыз. Немесе бұрынғы бір адамдарыңыз өміріңізге қайта оралып, қайта қарайсыз. Немесе көптен бері жүрегіңізді ауыртып жүрген, сізді бір сыйламайтын, бір көп күшіңізді алған, бір стресске түскен қарым-қатынастар, анда-санда бір келіп тұрған, туыстар ортасында, бауырлар ортасында, коллективте, мүмкін некеде, жарыңызбен қарым-қатынасыңыз, сол кармалық оқиғаларда тағы келеді. Және мына 7-ші қазан күні ай толу болады сіздердің екінші салаларыңызда, қаржы салаларыңыз. Сізден шығатын шығыстар, сізге кіретін кірістер. Төлейтін нәрселеріңіз болады, немесе сізге келетін ақшалар болады. Әйтеуір әлемнен, кеңістіктен өзгелер, туыстар, немесе бір сот ісі, мүмкін мемлекет, әйтеуір жан-жақтан келетін қаржы. Немесе сіз төлейтін ақшалар. Осы жерде ай толуы. Бір түсетін ақшалар түседі, бір тілектер орындалады. Мүмкін бір сатамай жүрген затыңызды сатасыз, қайтарылмай жүрген бір қарызыңыз қайтады. Бұндай аралықта негізі қазір кармалық кезең. Беретін нәрселерді, бір берілмеген нәрселеріңіз болса беріңіздер. Соған жақсы уақыт, құтыласыздар содан. Бір жаңару кезеңі болады. Болмаса бұл кармалық, бұны бәрібір өтеулеріңіз керек болады. Үстіне қосып тұрып. Бұндай аралықта бір сұралмаған кешірімдерді сұрауға жақсы. Өздеріңіздің іштеріңіз біледі ғой. Бұндай аралықта бір шынымен бір ортада болмайтын нәрсеге кеткен бір қарым-қатынастарды орнына қайта келтіруге жақсы. Әрі бір уәделер берсеңіз, соларды орындауға жақсы. Немесе бұрынғы бір көрмеген семья, отбасы, балаларыңыз болса, солардан кешірім сұрауға жақсы. Әрі осы жерде, осы 7-ші қазанның арғы бергі уақытында өте бір күшті мықтылық арқылы қаражат ақшаға, немесе бір ресурстарға, мүмкін бір пайдалы адамдар, әйтеуір бір сіздің өміріңізге бір пайдалы нәрселер. Соған күшіңізді салсаңыз, нәтижеге жетесіз дейді. Мүмкін бір ақшаның келу жолдарын қарастырасыз. Мүмкін тағы екінші бір мамандық, мүмкін екінші бір жұмыс, немесе бір жұмыстардан шығып екінші бір жұмысқа тұру. Әйтеуір бір ақша, ресурс соған байланысты болады. Немесе бір төлейтін салығыңыз болса, соны төлейсіз, субсидия, мүмкін бір алимент, мүмкін бір құжат, сот істері, соған қол жеткізесіздер. Себебі ай толуы ғой, кульминациялық кезең.
айдың толуымен бір ісіміз толу. Осы 7 қазанның арғы бергі уақыттарында, келесі жаңа ай толғанға дейін, 21 октябрьге дейін сіздердің қаржы секторларыңызда бір кульминациялық кезең болады. Мүмкін көптен аламай жүрген үйлі жерлі боласыздар, ипотекалы боласыздар, мүмкін қыдырып шығасыздар бір жақтарға. Себебі ол да ресурс қой. Немесе бір дүние мүліктер бөлісесіздер, көлікті боласыздар деген секілді. Мұның барлығы ресурсқа жатады. Немесе мақтау, бір марқаю, сондай естисіздер. Және тәуекелшілер 9 мен 14 қазан аралығында мына Венера, бұл жерде тікелей сіздерге қатысты болады. Себебі сіздер бір жер белгісіне жатасыздар. Суыққанда маған не пайдасы бар деп ойлана алу қабілеті сіздерде бар. Маған пайдалы бір дене жаттығу, маған пайдалы бір ем, дәрілер, маған пайдалы байланыстар, маған пайдалы бір ақшалар, клиенттер, жұмыстар, әйтеуір маған не пайдасы бар деген. Соның бір күшіне енетін уақытысы. Сіз мықтылықта боласыз. Немесе сіздің бір шешіміңізге байланысты болады. Осы 9-ы кештен басталады осы аспекті, және 10-ы 11-і созылады. Кульминациялық кезең. Бұл нені айтады? Сіз бір затты аламыз деуіңіз мүмкін, немесе бір жөндеу жұмысын жасаймыз деуіңіз мүмкін, немесе емделемін, немесе бір шетелге шығамын деуіңіз мүмкін. Мүмкін әйтеуір бір сізге бір қуаныш әкелетін нәрсе. Мүмкін ол ақша болар, мүмкін махаббат болар, мүмкін бір әдемі бір заттар болар. Сол үшін сол жерде бірақ сіз шешуші боласыз. Сіздің ойыңызға байланысты болады. Сол жерде бір кішкене келіспей қалушылық болуы мүмкін. Екі жақта, немесе бір коллективте, мүмкін некеде, мүмкін қыз бен жігіт ортасында, әйтеуір бір пайдалы нәрсеге. Ақша болсын, немесе бір құндылықтар, шынымен не құнды дегенде сол болуы мүмкін. Және бұл бір кішкене үндестік осы жерде бір бұзылады. Сіздің айтқаныңыз жаңа болу керек деген секілді бір. Немесе сіздің қасыңызда тағы да жер белгілері болса, олар да бір қасарысып тұрғанда, бір сондай болуы мүмкін. Немесе түсет деген бір қаржылар түспей қалуы мүмкін. Жасатқан бір процедураңыз ұнамай қалуы мүмкін. Әдемі бір алған затыңыз ойыңыздан шықпай қалуы мүмкін. Келатыр деген посылкаңыз жетпей қалуы мүмкін деген секілді. Бұл кез келген салаларыңызда әйтеуір сізге бір ұнайтын нәрсе үшін, адам үшін, ақша үшін. Және бірақ бұл 10-шы 14-де қайтадан өзінің орнына түседі. Шешіледі, немесе татуласу болады, немесе жаңа түсетін ақша түседі, немесе жаңа жасаймын деген нәрсеңізді бәрібір жасайтын боласыз. Әрі бұл асцендентті тәуекелшілер. Бұл сіздерде 8 мен 9-шы салада болады. Бизнес, ақша, құштарлық, махаббат, шетелге шығу, немесе сот заң істері осы салада. Оқу-тоқу саласында болады екен. Сондықтан осы кезеңдерде бір ойыңызды жүзеге асыруларыңыз мүмкін. Мүмкін тіпті келіспейтін тұс болса да, келіспейтін адамдар болса да. Себебі неге? Себебі бұл айда осы мына Венера ғаламшары жер белгісі бикеш белгісінде тұр. Және сіздер де жер белгісіне жатасыздар. Сондықтан сіздер өте жағымды. Сіздер бір істерді тындыруларыңыз керек. Мына келе жатқан мына айға дейін. Бірақ осының 14-не дейін мына Венера сіздердің жақын белгілеріңіз бикеш белгісінде тұрады. Осы күшті пайдалансаңыздар болады. Бұл не? Бір суыққандылықты сақтау. Қандай өмірде жағдай болмасын, бірақ сіз негізгі жаңағы өзіңіздің көз тіккен бір арманыңыз, немесе бір жоспарыңыз содан таймайтын боласыздар. Және сол арқылы жетістікке де жетесіздер, және ол бір адамдармен келіспей қалушылықты да туғызуы мүмкін. Бірақ оған да қарамауларыңыз керек. Себебі бұндай уақыт келе бермейді. Бұл неге жақсы? Интеллектуалды бір іске, ақын жазушылыққа бір есептеу, бухгалтерия, пайдалы бір ақшалар, құжаттар, үй, жер, ипотекалар, соның барлығына, немесе көлікті болу, әйтеуір бір пайдалы нәрсені шешуге сіздерге берілетін уақыт. Себебі 14-нен кейін бұл Венера келесі белгіге өтіп кетеді. Мына таразы белгісіне. Ол кезеңде адамдармен қарым-қатынас маңызды болып кетеді. Ал оға дейін қазір
сіздерде күш бар деген сөз. Осы жерде сіздер шешуші боласыздар. Немесе сіздерге қатысты оқиғалар болады. Енді 15 мен 20 қазан. Бұл аралықта бір жаңағы болады ғой бір киносериалдар. Сондайға түсіп кеткендей боласыздар. Егер де сіздер өте қатты бір тұйық, айттым болды деп бір анау-мынау майда шүйдеге сөзге, пөзге көңіл бөлмейтін, оңайлықпен жаңағы сіздің сезіміңізге әсер ете бермейтін, сондай бір сізде жер белгісі өте көп тауешкі болсаңыз, онда сіздерге бұл әсер етпеуі мүмкін, мүлде. Ал егер де су белгілері бар, сондай тауешкі болсаңыз, себебі 10 ғаламшар бар, мысалы соның 2-3 су белгісінде болса болды, қандай тауешкі болсаңыз да, сізде сезімтал боласыз бір салаларыңызда. Себебі осы аралықта сіз бір керемет психолог болуыңызға болады, немесе керемет ұстаз болуыңызға болады, сарапшы болуыңызға болады, совет беретін адам болуыңызға болады. Әйтеуір сіз өзгелерді бір басқаруыңыз мүмкін, немесе сіздің сөзіңізге құлақ тосуы мүмкін өзгелер. Сіз шешуші болуыңыз мүмкін. Неге? Себебі адамдардың бәрі сезімтал болады бұлар. Сіз ғана бір суыққандылығыңызды сақтаған адам болуыңыз мүмкін. Сәл ішінде ересектеу бір есеген. Өзіңіздің тіпті семья отбасыңызда болар, коллективіңізде болар, көршілер ортаңызда болар, әулетіңізде болар. Сіз басқаруыңыз мүмкін. Немесе егер де сіздің жұмысыңыз сондай совет беруші, немесе ұстаздық, мүмкін бір ұйымдастырушылық, сондай жұмыста адам болсаңыз, онда тікелей сізге қатысты. Сіздің бір клиенттеріңіз көбейеді, сізден совет сұрайтын адамдар көп болады. Мүмкін сізге бір жазылатын адамдар көп болады. Студент болсаңыз, сізден сұрайтын адамдар көп болады. Немесе бір жастардың коллективі, балалармен жұмыс жасайтын болсаңыз да, бір солардың бір әкесі, анасына айналасыз. Және бұл сіздерде кәсіп, осы арқылы тіпті қаражат, ақшада табуларыңыз мүмкін. Тауешкілер. Осы 15 мен 20 аралығында. Тез арада ақша табуларыңыз мүмкін, бір өзгелерге көмек беру арқылы, қамқорлық жасау арқылы. Әйтеуір осы жерде бір көп адамдармен бәсекелестік болуы мүмкін, көп сөйлесу, әңгімелесу, бір көп сөздер, және сол жерде бір мықтылық, күштіліктер, өзгелердің аузынан бір жаман сөзде, жақсы сөзде, бірақ бір күштілікке толы, бәрі мықты адамдардың барлығы бір сөздер арқылы. Сондай адамдарды кездестірулеріңіз мүмкін. Немесе болады ғой бір жаңа әскери адамдар, қауіпті адамдар, криминалды адамдар деген секілді, қандай ортаға түсіп кеттім дегендеймін, сондай оқиғаларды алып келуі мүмкін тауешкілер. Оған да куә боласыздар. Әйтеуір сезімталдылықтың ең бір шектері болады. 21 қазан. Жаңа ай толуы таразы белгісінде. Ең бір әдемілік, теңдік, гармония, үндестікті қалайтын таразы белгісінде жаңа ай толады. Бұл не болуы мүмкін? Бұл мысалы бір құрылысшылар болуы мүмкін. Немесе бір орта, мұғалімдердің ортасы болуы мүмкін, балалардың ортасы болуы мүмкін, мүмкін жанұяңыз болуы мүмкін. Әйтеуір сол жерде қой, енді бір ұрыспайық, немесе бір дос болайық, немесе бір келісімге келейік дейтін уақыт. Немесе бір татуласу, немесе бір беретіңіз екі жаққа бір-біріңізге беріп бір келісімге келесіз. Әйтеуір бір осы уақыттан бастап жаңа айдың толуы болады. Бір гармония, үндестікке қарай ұмтыласыздар сіздер. Және бұл сіздерде асцендентті тауешкілер, сіздерде 9-шы салаларыңыз болуы мүмкін. Бұл не бір көзқарасыңыздың кеңеюі, өсу, немесе алыс жақын жерлерге бір қыдыру, немесе көп кітаптар оқу, немесе бұл көп білімдерді алу, мүмкін заң ісімен бір айналысу, сондай кезеңдеріңіз болады. Немесе бір жазу, сызу, ақындық, жазушылық, есептеу, бухгалтерия. Әйтеуір жаңа айттым ғой, осы 15 мен 20 аралығында сіздердің өмірлеріңізге бір ресурс, ақшалар келу керек, немесе абырой келу керек. Себебі әйтеуір миларыңыздың бір жұмыс жасау, интеллекті, қолыңыздан келетін бір іс, мықтылығыңыз, күштілігіңіз, бір харизмаңыз, сол арқылы бір ресурстарға ие болуларыңыз керек. 23 мен 30 қазан.
Негізі осы бүкіл қазан айы сезімге толы ай. Себебі Саршаян белгісінде ең су белгісі бір манипуляцияны жақсы көретін. Ең адамдардың сезімін, шын сезімін, ең түпкі сезімін қопарып білгісі келетін. Махаббат адамында ең ішін білгісі келетін. Сондай белгіде мына көп ғаламшарлар тұр. Сондықтан да болар бүкіл адамдар сондай халде боламыз. Тіпті жер бетінде адамдарды. Сондықтан осы қазан, қараша, мынау қазіргі соғыс оттарында одан сайын өршитінде уақыттар болады. Және осы 23-30-ында тікелей тәуешкілер сіздерде бір жаныңызда мүмкін бір ішімдік ішетін адамдар, мүмкін бәрі маған бәрібір дейтін бір сондай адамдар, мүмкін бір басқаша бір құпиялықпен айналысатын адамдар, сондай бір мамандықтар, бір сондай адамдарды кездестіруіңіз мүмкін. Немесе менің адамым басқалардың адамы. Мені жақтайтын адамдар, мені жақтамайтын адамдар деген секілді, сол жерде бір ауысып кеткендей. Мен жақтайтын адамдар басқаны жақтап кеткендей, немесе менің адамдарым деген адамдарым басқа жаққа өтіп кеткендей, мүмкін менің балаларым деп ойланған, менің балаларыммен қарым-қатынасым ешқашан бұндай болмайды десеңіз, осы кезеңде ол өзгеріп кетуі мүмкін деген секілді бір оқиғалар да келуі мүмкін. Немесе қасыңызда сондай оқиғаларға душар болып отқан адамдарды көруіңіз мүмкін. Бір басқаша, бір себебі қарай аспектісі бар. Бір магия, немесе бір тылсымдарға деген құмарлық, мүмкін түс аяндары көру, немесе бір басқаша бір көңілдері бір тұманданған, ойлары тұманданған депрессиядағы бір адамдарды кездестіруіңіз мүмкін. Немесе адамдар бірін-бірі, жыландардың ордасы секілді, адамдардың бірін-бірі жаңағы өсектеп жатқан адамдарды көруіңіз мүмкін. Әйтеуір осыған да куә боласыздар. Неге? Сіздер себебі жер белгісіздер, ең суыққанды белгіге жатасыздар. Сондықтан осы жерде сіз көп адамға бір сүйеу, көмек болуыңыз мүмкін. Немесе ауырып жатқан адамдарға көмек сүйеу беруіңіз мүмкін. Әрі бұл асцендентті тәуелшілер, бұл қара ай аспектісі бір жаңағы іші бос, бір өкпе реніштері болуы мүмкін, бір спектакль қойылым сияқты, бірақ іші бос. Әрі 10 салаларыңызда бұл бір жаңағы бастығыңызға қатысты оқиға болуы мүмкін, немесе жұмыс кәсібіңізге қатысты еңбек нүктеңізде әйтеуір. Оның ішінде бір ақша, адамдардың қарым-қатынасы бар болуы мүмкін. Соның ішінде 26, 27, 28, 30-на дейін тіпті түс аяндар көруіңіз мүмкін осы бүкіл қарым-қатынастар туралы. Комментарий жазушылар, лайк басушылар баршаңызға рахметімді айтамын. Және осы мына видеоның астында WhatsApp нөмірі бар, және профильде көрсетіліп қойған WhatsApp нөмірі бар, сонда хабарласасыздар. Астрологиялық болжам. Жеке өзіңіздің жүріп өтетін жолыңызға, ер, әйел, күйеу, тұрмысқа шығатын, үйленетін адамыңыздың сәйкестігін, өмір жолын қандай адам екенін көруге болады. Және балаларыңыздың мамандығы, өмір жолы, кармасы, жұмысқа алатын адамыңыздың дегендей. Және бір жылдық осы уақыттан келесі жылға дейінгі прогноздарды ала аласыздар. Дәл осылай видеомен жіберіледі. Сау болыңыздар, керемет ай болсын баршаңызға.